Так, менің дауысым жақсы естіліп тұр ғой, балалар? Бір не беріп жіберейік. Секунд. Иә, Все, былай қалайсың? Жақсы. жақсы өзіңіз. Жақсы, шүкір. Все, давайте. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бізде 10 адамға толыпты, иә? Ендеше давайте бастайық. Так, менің дауысым жақсы естіліп тұр ма? Да. О, Иә, шығып тұр. Ага, все. Так, ендеше бастайық. Так, бүгінгі біздің талдайтын енді кезекті онлайн нұсқа талдауымыз, иә? Бүгін біз қарастырамыз именно мына жақтан. Сәлеметсің бе? Так, тағы сол слив сұрақтарын талдаймыз қазір. Адамдар. Так, ендеше бастайық. Бүгінгі қарап шығатын тақырыптарымыздың бірі, бұл бізде болады сол слив сұрақтары, Қазақстан тарихы. Так, енді давайте көп уақыт жоғалтпайық. Бүгінгі бірінші қарастыратын тақырып, бүгін бірінші қарастыратын сұрақ Ыбырай Алтынсаринге байланысты. Так, кеттік. Бірінші сұрақ. Ыбырай Алтынсарин 1869 жылы атқарған қызметі қандай? Иә? Осы сұраққа кім жауап тапып бере алады? Кім айта алады? Бірінші өз версияларыңызды алып айтып көріңіздер. Кім айтады? С ма? Кім? С? Неге С? Мектеппен байланысты. Дамағай. Дұрыс, мектеппен байланысты, бірақ бұл жерде логикаға салатын болсақ, Торғай мектеп интернатының директоры деген лауазым келеді, бірақ бұл жерде нақты сендерге жылын сұрап тұр ғой, 1869 жыл деп тұр да. Ол мектеп директоры болды 1869 жылға дейін. Ол Торғайда мектеп ашты, мұғалімдер училищені ашты, ол 69-ға дейін айналысты да. Ал 1869 жылдан бастап ол саясатқа кетті. Ал енді мына жақта саясатқа кететін үш сфераны көрсетіп тұр. Әкім, Торғай өңірінің, аға сұлтан, уезд басқармасының көмекшісі. Енді бұл жерде ең логикаға сиятын нәрсе бұл Д. Яғни Торғай уездік басқармасының көмекшісі. Өйткені ол кезде әкім деген түсінік болған жоқ. Ол кезде хәкім деген түсінік болды. Аға сұлтан ол лауазымға келмейді. Себебі аға сұлтан көбінесе Шыңғыс тұқымдары, көбінесе ақсүйек байлар болды да. Ол қарапайым мұғалім болды, бірақ интеллектуалды деңгейі өте жоғары болды. Сондықтан жауап болады Д. Торғай уездік басқармасының көмекшісі. Сосын плюс Торғай уездік басқармасының судьясы тоже қызметін атқарған. Ұмытпаңдар. Яғни судья сот қызметін тоже атқарған. Плюс қасына біліп жүріңдер соны. Келесі сұрақ. Орта ғасырларда еуропалықтар командар деп атаған тайпа. Қай тайпаны айтып жатырмыз? Қыпшақтар ғой. Қыпшақтар. Дұрыс айтасың, Арсений, дұрыс. Жауап болады Қыпшақтар. Яғни неге Қыпшақтар? Себебі 11-13 ғасырлар аралығында Европаға, яғни моңғолдарға дейінгі шапқыншылық жасаған көшпелі тайпа ол Қыпшақтар болады. Қыпшақтар шабуыл жасады. Қыпшақтар еуропалықтарды командар деп атады. Неге? Себебі мына Қыпшақтар олар түрік халқы ғой. Түрік халқы білесіңдер, олар жаңағы тайпалық жүйемен өмір сүреді. Қыпшақтар олар өте үлкен мемлекет болды да, сонау Алтайдан Дунайға дейінгі аралықталды. Сәйкесінше оның құрамында әртүрлі тайпалар өмір сүреді. Вот сол әртүрлі тайпалар өзіндік бір рөлі болды да.
соғыстың кезінде. И вот көбінесе Қыпшақ хандығының ішінде саны жағынан ең көп тайпа бұл қыпшақтардікі болды. Қыпшақтардан кейін құмандар мен қимақтарға тиесілі болды да. И когда қыпшақтар Европаға соғысқа барған кезде, ну, любой жерге соғысқа барған уақытта, олар осы командарды, немесе қазақша оларды құмандар дейді, сосын қимақтарды соғысқа ертетін болған. И когда олар соғысқан кезде, соғысқанда әскерді үш фалангқа бөледі. Яғни алдыңғы фаланг, ортаңғы фаланг және артқы фаланг деп та. И алдыңғы фалангта, яғни алдыңғы қатарда құман тайпасы соғысатын болған ғой. Ортасында қыпшақтар, соңында замыкать ететін бұл қимақтар болды. Яғни қимақтар артты қорғайды, командар алдында соғысады, қыпшақтар централын ұстайды, ортасын ұстап тұрады. Бұлды ұстап тұрады да, негізгі күшті. И вот, когда олар соғысқа барған кезде, қыпшақтар соғысқа барған кезде Европаға, бірінші осы коман әскерімен соқтығысатын болған ғой. Бірінші осы командармен кездеседі, командар бірінші соққы жасайтын болған соғыстың кезінде. И сондықтан олар қыпшақтар емес, әскерді бастап келген құмандар деп ойлаған ғой. Өйткені құмандар алдын қатарда жүргесін, қыпшақтар емес, құмандар бастап кетті деп ойлаған ғой оларды. Сондықтан олар құман деп атай алмағандықтан, еуропалықтар оларды коман деп атап кеткен. Коман деп сондықтан атаған. Және енді тағы бір сұрақ қойайын. Қыпшақтарды сонымен қатар орыс деректерінде тоже атайды. Орыс деректерінде қалай атайды қыпшақтарды? Полководец па солай? Жоқ. Полуэстер. Дұрыс, профессор. Половец. Половец. Неге? Себебі қыпшақтар мен орыстар жиі контакт құрған ғой. И когда орыстар қазақ даласына келген кезде, қыпшақтар енді солтүстік шығыста өмір сүрді ғой, негізінен. И көптеген нелері де жаңағы өмір сүретін аймақтарда сол солтүстік шығыста болды да. Солтүстік шығыс, солтүстік өңірлерде енді білесіңдер, үлкен полынь деген шөп өседі бізде орманды далада, үлкен полынь деген. Сол шөпке байланысты половцы деп кеткен. Яғни половец деген сөздің артында половцы шөптерінің арасында өмір сүретін халық деген мағынаны білдіретін болған. Вот сондай. Так, мына жерде бізге сұрақ қойды, мен ол сұраққа жауап бердім. Коман деген нені білдіреді деген. Коман деген бұл нені білдіреді? Құман деген сөзді білдіреді. Құман деген бұл тайпа. Соны солай атаған. Жақсы. Енді мына жақта қимақтарды сендер білесіңдер, яғни қыпшақтарға дейін солтүстік 9 ғасыр мен 11 ғасырдың аралығында солтүстік шығыс Қазақстанда өмір сүрген тайпа. Бұл тайпаны әлі Ресей зерттеген, 7 тайпадан тұрған, өздерінің Имақия деген астанасы болған, білесіңдер. Билеушілерін қаған деп атаған, қағандар жібектен киім киген, түркештердің қағандары секілді. Сосын мына жақта Қидан деген тайпа бар, бұны білесіңдер. Қазақстан тарихында біз бұл тайпаны Қарақтай деп атаймыз. Бұлар қазіргі Монғолия территориясында өмір сүрген тайпа. 1125 жылы Қытайлармен соғыста жеңіліп, Жетісуға көшіп келуге мәжбүр болады. Сосын Жетісуда қарахандықтардан жер сұрап, кейін олармен соғысып, бүкіл Жетісуды, одан кейін Орталық Азияның, оңтүстік Қазақстанның біраз бөлігін басы болады осы қидандар. Ол қидан тайпасы. Бірақ оларды біз Қазақстан тарихынан Қарақтай деп өтеміз. Одан кейін қарлұқтар, білесіңдер, олар туралы Әл-Фақих өз естеліктерінде көне түркілер деп атаған. Неге Әл-Фақих оларды көне түркілер деп атаған? Өйткені олар түркілердің атамекенінен келген, Алтай тауынан келгенді. Бұдан қандай қорытынды жасауға болады? Получается, қарлұқтар немесе басқа тайпалармен салыстырғанда, оның басты айырмашылығы ол шығыс түрік қағанатының құрамында өмір сүрді. Яғни мысалға түргеш, біз көбінесе өтетін батыс түрік, кейінгі оғыз, қимақ деген сияқты тайпалар, олар в основном батыс түріктің қол астында өмір сүрді ғой. Қарлұқтар шығыс түрік қағанатының қол астында өмір сүрді. Сонда получается, олар негізгі мекен деген алғашқы пайда болған жері шығыс түрік қағанатының жері, яғни Монғолияда өмір сүрді. 744 жылы ұйғырлармен бірігіп шығыс түрік қағанатын құлатып, ақыры соңында 745 жылы ұйғырлармен соғыста жеңіліп, Жетісуға көшіп, кейін сол Жетісуда оғыздармен соғысып,
оғыздарды жеңіп, артынан Атылық шайқасына қатысып, сосын 756 жылы сол Атылық шайқасынан кейін түргештерді әлсіретіп, енді түргештермен бірге Қытайды жеңеді, бірақ кейін Жетісуды жаулап, 756 жылы жаулап алады, сөйтіп сол жердегі түргеш қағанатын құлатады да Жетісуды өзіне қосып алады, иә. Қарлұқтар туралы дерек осы. Так, енді келесі сұрақ. Юэбэнь мемлекетін құрды дейді. Кімдер? Батыс ғұндар, шығыс ғұндар, солтүстік ғұндар, оңтүстік ғұндар, иә. Қайсысы болады жауап? Солтүстік ғұндар. Дұрыс айтасыңдар, солтүстік ғұндар, иә. Енді бізде сұрақ туындайды, ағай, солтүстік ғұндар, оңтүстік ғұндар, шығыс ғұндар деген кімдер дегенде. Бірден айтып кетейін. Батыс ғұн, шығыс ғұндар деген түсінік жоқ. Солтүстік, оңтүстік ғұндар деген түсінік бар. Бұл түсінік қалай пайда болды? Яғни біздің заманымыздан бұрын 55 жылы ғұндарға Қытайдың хан деген империясы шабуыл жасайды. Хан династиясы шабуыл жасайды. Сол хан династиясымен болған соғыста ғұндар жеңіліп, екіге бөлініп кетеді. Яғни бір бөлігі жаңағы Қытайлардың қол астында қаламыз деп айтады, қалған бір бөлігі жоқ, Қытайлардың қол астында қалмаймыз, жаңа жерге көшеміз деп басқа өңірге көшіп кетеді да. И вот осы кезде басқа өңірге көшеміз деген шешім қабылдайды. И біздің заманымыздан бұрын 55 жылы осы позицияға байланысты олар екіге бөлініп кетеді. Именно Джи-Джидің арт деген жаңағы Шаньюйдің артынан ергендер неге қарай, батысқа қарай көшеді, оларды солтүстік ғұндар дейді да. Қалған бөлігі, который сол моңғол ғұндардың даласында қалып қойған, кейін Қытайдың қол астына өткен ғұндарды оңтүстік ғұндар деп атап кетті. Вот сол. И вот именно болашақта мына кімдермен, Қытайлармен соғысады ғой, 746 жылы. Біздің заманымыздан бұрынғы, 700 деп қоймай, біздің заманымыздан бұрын 46 жылы, 47 жылдары соғысады, 47-46-да соғысады. Сол кезде мына ғұндарға көмекке келген ол кім болады? Үйсіндер көмекке келеді. И вот біздің айтып жүрген ғұндар осы солтүстік ғұндар болып табылады. Жақсы. Енді келесі сұрақ. 1718 жылы салынған бекіністі атаңыз дейді. Қай бекініс? Семей. Бұл ең танымал сұрақтардың бірі, әрине Семей, иә. Яғни жалпы былайша айтқанда Қазақстанда балалар білесіңдер, қазір білесіңдер, Қазақстанда, Қазақстан тарихында 716 жылдан бастап бекініс тұрғызды ғой. Неге? Себебі 716 жылы бізде Айып хан Ресейден көмек сұрайды, жоңғарлармен соғыста. Сөйтіп, жоңғарлармен болған соғыстан кейін көмек сұрайды, бірақ 716 жылда сондай көмек сұрайды, и сол кезде орыстар условия қояды кімге? Айып ханға, яғни біз саған көмектесеміз жоңғарларды жеңуге, бірақ сен өз жерінде бекініс тұрғызуға рұқсат бересің деп айтады. Амал қалмағаннан кейін рұқсатын береді. Сөйтіп, содан бір жыл, 2 жылдан кейін 1718 жылы ең бірінші шығыстан бекініс салады, Семей бекінісі. Так, сосын мына жақта ұбт-да Коряковты көп сұрайды балалар, иә. Коряков деген бұл бекініс емес, бірден айтып кетейін. Коряков деген бұл зауыттың аты. Солтүстік шығыс Қазақстанда орналасқан, Қазақстандағы ең көп тұз шығарған 4 миллион тұз шығарған кәсіпорын. Жалпы қызық дүние айтып кетейін. 19 ғасырда, яғни капитализм деген кезде қазақ даласына бізде тұз шығаратын зауыттар, тұз шығаратын арнайы тұз өндіретін зауыттар болды. Ең қызығы, бізде тұз өндіретін зауыттардың көбісі батыста болды, шығыста тек біреу болды, Коряков қана болды. Бірақ сол именно Коряков мына батыстан шығаратын тұздардан қарағанда ол 2 есе 3 көп, 2 немесе 3 есе көп тұз шығаратын болған осы Коряков. Жақсы, келесі сұрақ. 1996 жылы құрылған ұйымды атаңыз дейді. Еуропа қауіпсіздік Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Вот, ағай. Дұрыс айтасыңдар. Жауап С. Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Енді Еуропа қауіпсіздік ұйымына айттық, 2010 жылы біз төрағалық еттік. Халықаралық еңбек ұйымына 1993 жылы мүше болдық. Ал Біріккен ұлттар ұйымына 1992 жылы мүше болдық. Дәл осы жылы ЮНИСЕФ-қа және ЮНЕСКО деген ұйымдарға мүше болдық. Жақсы. Келесі сұрақ. 1918 жылы жазда Кеңес үкіметінің билігі орнаған жер дейді.
Орал, Ырғыз уезді, Бөкей ордасы, Жетісу қай өңір болады? Қай өңір болады? Яғни үкіметінің билігі орнаған жер. Әрине, бұл бізде болады Бөкей ордасы. Яғни білесіңдер, 1917 жылы қазанда төңкеріс болады. Қазан революциясы болады. Соның нәтижесінде билікке большевиктер келеді. Артынша большевиктер өздерін коммунистер деп атауын өзгертеді. Оның басшысы Владимир Ильич Ленин болады. Кейін сол жердегі Санкт-Петербургтағы революционерлер Мәскеуде және тағы да басқа ірі қалаларда революциялық әрекеттер бастайды. И ол революциялық әрекеттер көп ұзамай біз Ресейдің құрамында болғасын Қазақстанға да келеді. Қазақстанға да большевиктік билікті Ленин орнатпақшы болады. Ол екі жолмен жүреді: бейбіт және күш қолдану арқылы. Енді бізде Қазақстанның бір 70-80%-ына бейбіт жолмен орнайды коммунистік жүйе. Қалған бір 30-20%-ына күшпен орнайды да. Ең бірінші коммунизмді қазақ даласына Ленин Бөкей деген ордаға алып келеді, жаңа батысқа. Бұл жерде ешқандай қарсылықсыз кеңестік жүйенің билігі орнайды. Енді оқиғаларды хронологиялық ретімен орналастырыңыздар дейді. Сібір қырғыздарын басқару туралы ереже, Орынбор қырғыздарын басқару туралы ереже, Бөкей ордасында көтеріліс, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Енді осылардың барлығын хронологиялық реттілікпен қойып шығамыз. Ал хронологиялық реттілікпен қою үшін біз міндетті түрде даталарын айтуымыз керек. Сібір қырғыздарын басқару туралы ереже бізде қашан шығады? 1822 жылы шығады. Осы ережеге сәйкес орта жүздегі хандық билік жойылады. Келесі Орынбор қырғыздарын басқару туралы ереже 1824 жылы шығады бұл ереже. Осы ереженің негізінде кіші жүздегі хандық билік жойылады. Одан кейін Бөкей ордасындағы шаруалар көтерілісі бұл 1836-1838 жылдар аралығында болады. Бұл көтерілістің басшылары Махамбет пен Исатай болады. Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы болады. Бұл көтерілістің мақсаты сол Бөкей ордасында қалыптасқан коррупциямен және тағы да басқа әлеуметтік мәселелермен күресу болатын. Келесі Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс, ұлт-азаттық көтеріліс 1837-1847 жылдар аралығында болды бұл көтеріліс. Бұл да бүкіл қазақ даласын қамтыған ірі көтеріліс. Бірақ өкінішке орай бұл көтеріліс жеңіліспен аяқталған болады. Енді давайте реттілікпен орналасайық. Біріншісі бізде 1822, екіншісі 1824, 1823-сі 36-38, төртіншісі бізде 1837-47 деп бөлінеді. Сонда жауап 1, 2, 3, 4 деп келеді екен. Вариант бар ма? Бар. С варианты болады жауап. С варианты болады. Енді кеттік. Мына тестіка сендерге жіберем чатқа тоже. Қарап аласыңдар, хорошо? Келесі сұрақ. 20-шы ғасырдың басындағы дейді, тау-кен орындарының жағдайы қандай болды дейді. Егер 20-шы ғасырдың басы десе, біз онда шамамен 1900 және 1910 жылдар аралығын қарастыратын боламыз. Енді сендерге сұрақ балалар. 1910 жылдар аралығында Қазақстан тарихында қандай саяси немесе тарихи жағдайлар орын алды? Қалай ойлайсыңдар? Не болды ол жылдары? Қандай? Жарайды, сол кездегі экономикалық жағдайда айтаңдар, қандай болды? ЖС, әскери коммунизм. Қыз болды. ЖС пен әскери коммунизм кейін болады да, сәл. Бүкілі мемлекет шетелге сатып алмай ма біз нелерімізді? Не себепті сатып алады? Соғыс болды. Соғыс болды. Не себепті сатып алады? Жауабы бұл бола ма сонда? Қараңдар, 1910 жылдар аралығында Ресейде үлкен кризис болды. Неге? Себебі мынадай, бұл жердегі ең маңызды айтып кету керек дата. Бұл 1904-1905 жылы болған бірінші орыс
бірінші не 1904-1905-те болған орыс-жапон соғысын айтуымыз. Яғни бұл орыс-жапон соғысында Ресей жеңіледі ғой. Соғыста арай дұрыс айттыңыз, Жапониямен болған. Сол соғыста Ресей жеңіліп қалады да оның әлеуметтік экономикалық жағдайы түсіп кетеді. Сосын ол әлеуметтік экономикалық жағдайдан шығу үшін Ресей 1905 жылы не болады, мемлекеттік төңкеріс, яғни бірінші орыс революциясы болады. И вот сол тарихи жағдайлардың барлығы Ресейдің ішкі экономикалық жағдайын түсіріп жібереді да. Өйткені патша сол көтерілістерді басуға, соғыстан кеткен шығынды тоқтатуға тырысады. И вот сол кезде экономика қатты құлдырайды да, именно 19 ғасырдың соңында пайда болған зауыт фабрикалар бар ғой. Сол зауыт фабрикаларды сақтап қалу керек болды да, и оны сақтаудың бір-ақ қана жолы бар, бұл шетелдік. Ол кезде инвестиция деген түсінік болған жоқ. Ол кезде компанияны, яғни зауыт компания деген түсінік болған, зауыт фабриканы где сатасың. Сол кезде тұрады да, бүкіл зауыт фабрикаларды шетелдіктерге сатып жібереді. Түсінікті ғой. Сонда жаңа Арсенийдің айтып отқаны дұрыс. Басым бөлігі шетелдіктердің қол астына өтті дейді. Яғни бүкіл тау-кен өндірісі, мұнай өндірісі бүкіл шетелдіктердің қолына өтті. Мысалға Спасск, Успенск деп аталатын мыс және қола металдарын игеретін зауыттар бар ғой. Олардың барлығы ағылшындардың қол астында болды. Мысалға Ресейдің байлары шығыстағы алтынды игерді, орыс көпестері деген сияқты. Көп былайша айта берсек. Жақсы, келесі сұрақ. 1928 бен 1932 жылдары қазақтардың басым бөлігін аштыққа ұшыратқан саясатты атаңыз дейді. Ұжымдастыру. Индустрияландыру, әскери коммунизм, қайта коммунизм. Бұл жерде енді қазақтарды жалпы аштыққа алып келген, мына жерде қайта коммунизм деп тұр, қайта құру емес қойыңызшы. Так, бұл жерде негізі барлығы практически халықты аштыққа алып келді ғой негізі. Қайта құру мысалға 1991-99 жылдарда халықтың әлеуметтік жағдай қандай нашар болғанын білесіңдер, бұл қайта құру реформасының кесірінен болды көбісі. Әскери коммунизм итаки ол 1921-22-де официально тіркелген аштық болды, 1 миллионға жуық қазақ қырылып қалады. Индустрияландырудың тоже логикаға келеді да, өйткені индустрияландырудың кезінде халықты арзан емес, тегін жұмыс күші ретінде пайдаланды. Ол да бір аштыққа алып келді. Бірақ өкінішке орай, именно қазақ даласының ең ауыр аштықты кешіруге әсер еткен саясат бұл әрине болады ұжымдастыру. Неге? Себебі ұжымдастыру саясаты ол бізде халықтан тартып алып отырды да өнімдерін, сонымен айналысты. Ұжымдастыру деген, мысалы, сенің байлығың бар, сенің мал-мүлкің бар, оны мемлекет тартып алады да, сенің кәсібіңді алады да, мемлекет тартып алады, и сені алады да бір колхоздық, совхоздық, саған керек емес бір сондай жүйеге кіргізіп жібереді. И содан сен аштыққа ұшырайсың. Түсінікті ғой? Вот осындай жағдай орын алды. И осы ұжымдастыру саясаты 1928-1932 жылдар аралығында жүрді. Сондықтан сосын мына жерде мынадай сұрақтарды негізі бұндай сұрақтарға жауап беру өте оңай. Негізі ответті варианттарына қарап та білуге, варианттарына қарамай-ақ не датаға қарап та білуге болады. Сондықтан қай реформа қай уақыт аралығында жүргізілді, сол туралы да біліп жүріңдер міндетті түрде. Сондықтан жауап болады А. Келесі сұрақ. Қимақтардың өмір сүрген кезеңін анықтаңыз дейді. Қайсысы болады? Кім айта алады? Өмір сүрдік. 8-ші мен 9-ші ғасырдың ортасының аралығында өмір сүрген жоқ олар. Аха. Дұрыс, Аян, мына жерде так сообщенияларымды оқып жіберейік. Аян, Спасск ембіні сатып алып дейсіңдер ағылшындар, дұрыс. Француздар мен ағылшындар мыс мұнайды. Француздар мен ағылшындар ғой көбінесе сатып алған. Ақнұр, қандай бір вариант түсініп жатсың ба? Бірдеңені айттың ба? Естімей қалдым. Айтып жіберіп қайталап. А варианты ма? Дұрыс жауап. Жаңа Аянда айтып отыр. А варианты болады. 9-шы ғасырдың соңы мен 11-ші ғасырдың басы болады. Дұрыс айтасыңдар. Осы екі аралық, осы кезеңде болады да. Бұл нақты датасы. Сосын осы қимақтар емес пе, 7 тайпаға бөлінген. 7 жаңа жоғарыда 7 тайпаға бөлінген осы қимақтар.
Жоғарыда мен сендерге уже қимақтар туралы қысқаша ақпарат уже айтып кеттім. Иә, қысқаша ақпарат айтып кеттім. Ендеше давайте әрмен қарай жалғастырайық, көп тоқталмай ақ қояйық. Так, мына жақта хандарды хронологиялық, хандарды оқиғалармен, яғни сәйкестендіреміз. Қай оқиға қай ханға байланысты? Бұл ең осы жылы көп талқыланған, бірнеше рет қайталанған сұрақтардың бірі. Так, Хақназар ол Иван Грозныймен байланыс орнатты, ал Тәуекел 98 жылы қайтыс болды. молодец, Арсен, дұрыс. Хақназар хан Иван Грозныймен байланыс жасады, Тәуекел 1598 жылы не істеді? Қайтыс болды. Ал енді сұрақ, мына В мен С қай хандарға қатысты вариант? Қасым хан. Так, не дейді жауап? Қасым хан дейді, иә? Дұрыс айтасың. Жайық өзеніне дейін Қазақстан аумағын Қасым хан кеңейтті және Мәскеумен мемлекеттік байланыс орнатқан имені Қасым хан. Ол туралы неміс дипломаттарының естеліктерінен кездестіруге болады. Сонда Хақназар А, Тәуекел Д болады. Жауап бізде А болады. Жақсы, келесі сұрақ. 1989 жылы көтеріліс орын алған қала, бұл бізде болады Жаңаөзен қаласы. Дұрыс. Так, Теміртауда 1959 жылы болады. Алматы қаласында болады 1986 жылы. Целиноград оқиғасы 1979 жылы болады, иә? Яғни бұл қазақ тарихындағы маңызды оқиғалар. Жарайды, кеттік. Филипп Исаевич Голощекиннің Кіші Қазан саясатының мақсаты қандай дейді? Яғни, ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта құру, байлардың мал-мүлкін тәркілеу, көшпелі мал шаруашылығын жою, қызыл террор саясатын жүзеге асыру. Әрине, бұл жерде болады А. Ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайтадан құру. Бұлайша айтқанда, Голощекиннің Кіші Қазан саясатының негізгі мақсаты қазақ даласына қайтадан коммунистік жүйені алып келу. Бірақ Ленин айтқандай революциялық жолмен емес, кәдімгідей байлардың мал-мүлкін тәркілеп, ауыл шаруашылықтарын барлығын біріктіріп, күштеп, колхоздар, совхоздар құру арқылы, сондай жоспарлы экономикаға негізделген жүйені құру арқылы осы саясат ұстанған болатын. Жақсы. Енді келесі сұрақ, ұбт-да тоже жиі келетін сұрақтардың бірі. Хақназар хан ұлыстық жүйені алмастырды дейді. Қандай жүйемен? Дұрыс, жүздік жүйемен алмастырды. Я, именно Хақназар ханның кезінен бастап, есте сақтаймыз, қазақ хандығының территориясы 300-ге официально бөлінді. Түсінікті ғой? 300-ге бөлінді. Бөлінді дегенде, бұрында бізде тайпалар ұлыстарға бөлінді ғой, енді сол тайпаларды просто жүздерге біріктіріп жіберді. Түсіндіре алдым ба? Бұрында мысалға ұлыстар болды ғой ең жоғары, кейін соны алады да просто Хақназар хан, енді ол Аласапыраннан кейін келді ғой хан тағына. Ұлыстық системаның минустарын көрді. Бұйдаш пен Тахирдің кезінде қазақтың басқа ұлыс басшылары оларға бағынбай бөлініп кеткенін білдік та біз. Так, бөлініп кеткенін білдік та. Енді сол кезде Хақназар осы системаны толықтай тоқтату үшін ұлыстық жүйені болмайды, енді жүздік жүйеге бөлінеміз деп ұлыстарды жүздіктерге қосып тастады да. Ал одан кейін бізде көп адам бұл сұрақта шатасады, көбісі негізі Есім хан деп ойлайды да, бірақ Есім хан емес. Есім хан именно Хақназар просто жүздерге бөліп тастады ғой, бірақ центральный билік қазақ хандығы деп сақталып қала берді да. А Есім ханның кезінде официально әрбір жүз өз алдына автономиялық статус алды да. Яғни әр жүздің өзінің ханы болды да. Түсінікті ғой? Сол именно Есім ханның құрған системасы ғой, жоңғар шапқыншылығының кезінде қазақ даласының әлсіреуіне алып келген. Жақсы, келесі сұрақ, нұсқа мынау неге байланысты? Контекстік сұрақ. Контекст қазақ КСР-ға байланысты, тез айтып кетейік. 1925 жылы сәуірде қазақ КСР-ға берілген атау қандай болды? Қазақ деген атау берілді, дұрыс па? Яғни 1925-26 жылға дейін жалпы
қазақ қырғыз акср деп аталып жүрдік та, яғни біз Қырғызстанмен бір мемлекет болып есептелдік та. Бірақ 1924 жылдан бастап ұлттық межелеу саясаты басталады, и 1925-26-та бізді алады да, ұлттық межелеу саясатына сәйкес қазақтар бөлек, қырғыздар бөлек ұлт, сондықтан екеуіне екі түрлі автономиялық ұлттық статус береміз деді. И бізді қазақтар қырғыздарды қырғыздар деп атап кетті. Да, сол. Келесі сұрақ. 1925 жылға дейін КСР-дің астанасы болған қала, әрине, жауап Орынбор қаласы болады, иә. Бұл жерде Ақмешіт те, Алматыда қазақтың жалпы қазақ КСР-ның астанасы болған. Бұл жерде жалғыз қазақ КСР-ның астанасы ешқашан болмаған қала, бұл Омбы. Келесі, 1925 жылы өзінің атауын Қызылорда қаласынан өз атауын Қызылорда қаласына өзгерткен қала. Ақмешіт. Әрине, бұл бізде болады Ақмешіт қаласы. Верный бұл бізде Алматының атауы, Гурьев бұл Атыраудың ескі атауы, Жамбыл бұл Тараз қаласының ескі атауы болып табылады. Келесі, 1925 жылдан бастап қазақ КСР-дің астанасы болып бекітілген қала. Қай қала? Әрине, Қызылорда. Қызылорда, яғни 1925 жылға дейін Орынбор болды, 1925 жылдан бастап Қызылорда қаласы болды. Келесі, Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы болған адам Сейітқали Меңдешев. Сейітқали Меңдешев деп айтып кеттік, иә, оны білесіздер, бұл тоже қайталанып келіп жатыр. И 20 ғасырдың 20 жылдары қазақ АКСР-дің құрамына қосылған облыстар, бұл бізде болады Жетісу мен Сырдария болады, иә. Яғни біздің оңтүстікте Түркістан АКСР 3 облысқа бөліп, 3 ұлттық аймаққа бөліп кетеді ғой, өзбек КСР, түркмен КСР және тәжік КСР деп бөліп кетеді ғой, Кеңестік социалистік республикасы деп. Сол кезде мына Өзбекстанға, сосын Қарақалпақ КСР деген бар. Сол кезде мына Жетісу мен Сырдария негізі Қарақалпақстанға ма өтіп кету керек еді. Сол кезде оны Қазақстанның жері деп бұл екі облысты бізге қосып берді. Міне осы. Жалпы сұрақтарың бар ма? Бізде 3 минуттай уақытымыз бар. Сұрақ бар ма? Аха, сұрақ жоқ деген ойдамын. Ертең тағы да қосымша тесттер алып келем, иә, талдауға. Үй жұмысын орындаңыздар. Құдай қаласа ертең тағы да видео сабақтар салам. Аха, басқа тақырыптарға қарап, арнап, соны көретін боласыңдар. Жарай ма? Сұрақтарың бар ма маған қоятын? Жоқ. Ешкімде жоқ па? Сұрақтарың болмаса, онда біртіндеп шыға берейік. Сау болыңыз ағай. Аха, Сау болыңыз ағай. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы. Ағай, Ау. сіз үй жұмысын бергенсіз ғой, индустрияландыру туралы. Ол жақта 30-шы сұрақта геологиялық зерттеулер аймақтарын сәйкестендіру керек та. Ол жақта Урал ембі болады. Мыс кені Қоңырат Бошакөл емес па? Иә. Там просто мен кітаптан іздеп көрдім, таппадым. Жарайды, ертең сабақта талқылайық сол сұрақты. Жарай ма? Жақсы, сау болыңыз. Аха, жақсы, сау болыңыздар.